Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін бізде Chevrolet Cruze автокөлігінің электронды блок жүйесінің клонын жасау. Яғни бұл көлікті мойкадан кейін компьютер жасамай қалған. Осының ішіндегі память, EEPROM және флеш. Бұл жерге сыртын ашпай құйдық. Бұның менің алдымда электриктер ашқан болатын. Сондықтан мен емес бұл ашқан. Біз тікелей топпен бірге компьютерге құйып тастаған болатынбыз. Көліктерде дәл осындай Simtek 76, Simtek MT80 автокөліктерге иммобилайзер сөндіруге болады. Euro 2 катализатор лямпталарды сөндіріп тастауға болады. Кішкене қатты жүретін қылуға да болады осы көліктердің электронды блок жүйесіне. Және де тағы да 180 км ограничениені алып тастауға болады. 220-250-ге дейін көтеруге болады. Міне дәл осындай Cruze. Жаңа компьютерін салған болатынбыз. Аккумуляторын қасына қоямыз. Пока бекітпей, бекітсек те болады. Экотек мотор 76-да бір жаңағы. Қазір көрек қыздырып. Әне кілтті қойып, қыздырып көрек япсыз мілі. Көлік қызды. Дәл осы көліктерге жаңа айтқандай иммобилайзер сөндіруге болады, кілтін оқытуға болады, немесе Euro 2 прошивка жасауға да болады, барлық процессорды бітіруге болады.